Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай керемет Наполеон тортының жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл тортқа бар болғаны 3 ғана зат қажет болады, және де жасалу жолы өте қарапайым, оп-оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен осындай дүкенде сатылатын қатпарлы қамыр қажет болады. Мендегі қатпарлы қамырдың салмағы 900 грамдық. Енді қамырымызды видеодағыдай етіп жұқалап жаямыз. Енді видеода көрсетілгендей қамырларды кесеміз. Келесі осылай 4 бұрышты етіп тағы да кесіп аламыз. Осы Наполеон тортын дәл мен көрсеткен бойынша жасасаңыздар, өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Негізінде көбісі осындай дайын қамырды алып, 8 бөлікке бөліп, кәдімгідей әрқайсысын домалақ етіп жайып, пешке пісіріп алып жатады. Енді ол жеке-жеке пісіріп отыруда уақытты қажет етеді ғой. Ал мен көрсеткен бұл өте оңай түрі. Барлығын осылайынан бір дегеннен салып пешке пісіріп аласыздар. Енді осылай формамызға салып 200 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Келесі тортқа арналған крем жасайтын боламыз. Ол үшін осындай қоюлатылған сүт, яғни сгущенка, және де бөлме температурасындағы сары май қажет болады. Енді сары майымызды жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Енді сгущенкамызды құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Мінекей қамырларымыз толықтай пісіп шықты. Енді бетіндегі қатпарлысын бөлек, ортасын бөлек бөліп аламыз. Бетіндегі қатты болып піскендері бізге тортты қаптағанға қажет болады. Ортасындағы жұмсақ жағы тортты кәдімгі құрастырғанға қажет болады. Осылайынан видеода көрсетілгендей етіп майдалап үзіп шығамыз. Мінекей барлық піскен қамырларымызды осылайынан үзіп аламыз. Мінекей осындай болып шықты. Енді осыны біздегі дайын кремге видеода көрсетілгендей етіп барлығын салып жақсылап араластырамыз. Міне барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді осындай домалақ формаға барлығын жақсылап орналастырамыз. Біздегі кремдеріміз қамырға жақсы сіңуі керек. Енді қасықпен осылай тегістеп алып, бетіне салафанды жауып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қоямыз. Қамырдың бетіндегі осы қызарып піскендерін қолымызбен езіп майдалап аламыз. Бұл тортты қаптағанға қажет болады. Міне тортымызды тоңазытқыштан алдық. Мен тортты тоңазытқышта 1 түнге қалдырып қойдым. Сол кезде кремі жақсы сіңіп, жұмсақ болып шығады.
Енді торттың бетін видеода көрсетілгендей етіп қаптап шығамыз. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей барлық жағын жақсылап қаптап алдық. Енді бетін әсемдейтін боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша кез келген жеміс-жидектермен әсемдесеңіздер болады. Мен осындай малина және де гранатты қолдандым. Келесі розмарин жапырағы немесе укропты алып, осылай бетіне әсемдесеңіздер болады. Бұл бізге бір жаңа жылдық көңіл күйді сыйлайтын болады. Міне қарасаңыздар, біздің тортымыз өте әдемі болып шықты. Енді бетіне шамалы қант ұнтағын себеміз. Міне қыздар, қарасаңыздар, біздің қарапайым Наполеон тортынан осындай керемет жаңа жылдық торт жасауға болады. Бетіндегі оформлениясы да бір өзіндік ерекшелікті беріп тұр. Міне қарасаңыздар, өте керемет әдемі болып шықты. Қыздар, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте оңай жасалады және де ең бастысы көп затты қажет етпейді. Бар болғаны 3 ғана зат болса болғаны. Міне қыздар, дәмі енді керемет болып шықты. Сіздермен болған Айгерім. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.